Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы телефонмен сөйлесу мәдениеті. Бүгінгі сабаққа қатысты сөздермен таныс болыңыздар. Алло, қайырлы күн. Мырзаны бола ма? Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз. Сізді тыңдап тұрмын. Мен өзім тағы хабарласамын. Ол бос емес. Сәл кейінірек телефон соға аласыз ба? Сізді телефонға шақырады. Мен сізді нашар естіп тұрмын. Қашан хабарласуға болады? Телефон нөмірін жазып алайыншы. Мен сөйлесейін деп едім. Сіз оның ұялы телефонын білесіз бе? Сіздің хабарласуыңызды күтемін. Ол маған телефон соқсыншы. Әрі қарай сабағымызды телефонмен сөйлесу тақырыбына сұхбат үлгісімен жалғастырамыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қабылдау бөлмесі ме? Иә, сізді тыңдап тұрмын. Мен басшымен сөйлесейін деп едім. Басшы бос емес, қазір жиналыста отыр. Қашан хабарласуға болады? Шамамен 1 сағаттан кейін. Жақсы, кешіріңіз, оны кім сұрап тұр? Кадрлар бөлімінен. Оған не айтайын? Мен өзім тағы хабарласамын. Жақсы, рахмет, сау болыңыз, сау болыңыз. Әрі қарай күнделікті қолданылатын сөздерді есте сақтаңыздар. Қандай? Кімдікі? Қайсы? Қайдан? Қашан? Қалай? Неге? Не үшін? Ешкім? Ешқандай? Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.